тұрғандарыңыздың бәрін көре аласыздар. Ал кеттік. Енді мына жерде қарасаңыздар 3 нүктені басқаннан кейін мына ұқсап новинки, рекомендуем, продукция, компания, бизнес, как купить дегендеріңіздің бәрі басталады. Продукция дегенге кірсек, наборы дегенді бассаңыздар, наборлар ашылады. Міне көріп отырсыздар ма? Жүгіріп міне скидка 40%, міне 20 балл, 20 балға арналған набор, акция каталог деп шыға ма? Ал енді қараңыздар, бұл жерде wellness деп кіретін болсақ, бұл денсаулық деген сөз. Енді денсаулықтың өзінде міне қараңыздар, қандай направлениясы бар. Способ применения дейді, қолдану, дұрыс тамақтану, программалар, жаңағы направление деген енді тікелей жаңағы ауру сырқауға байланысты бағытталған. Сосын потребность деген күнделікті адамның ағзасына қажетті дегендерді білдіріп отыр. Енді мысал, потребность дегенді басып көрейік. Мына жерде оның ішінде міне потребность дегендеріңізге міне өнімдер шығып келеді. Кейбір кісілер ары қарай 1, 2, 3, 4, 5 деп мына 2, 3 деп мына көрдіңіздер ма? Сандар 13-ке дейін тұр ғой. Осы сандарыңыздың жаңағы көптеген кісілер нені білмейді екен. Ары қарай келесі кісіні басып аша беру керекті білмей жатыр. Алғашқы мына бірнеше ғана өнімдерді көріп, басқа өнім жоқ қой деп сұрап жатады. Сондықтан міне мысалы 13-ті басайық. 13 ашылады. Міне қандай өнімдер бар? Бәрі шығып келеді. Міне көрдіңіздер ма? Енді 12-ні бассақ, міне 12-де қандай өнім бар. Енді мынандай жаңа подарканың значок тұр ғой. Соны басып қалсаңыздар, сіздерге сол өнімге қандай сіздерге сыйлық беріп тұр, міне соны көрсетеді. Оны жаңа таңдап, сосын в корзину десеңіздер, сіздерді мына корзиналарыңызға шығып келеді. Қазір міне корзинаға шығып келді. Жаңағыңыз көрдіңіз ба? Міне осы сияқты корзинада салынған өнімдердің қорытындысы да міне каталог бағамен қанша, сіздің скидка 35%-іңізбен қанша болып тұр, балыңыз қанша болып тұр, сіз қанша рубль экономиттадыңыз, соның бәрін көре аласыз. 6-да 5-ке есептелінеді. Неге? Себебі Барнаулдан, яғни Горный Алтайдан, компаниядан әрбір пункт выдачаға келгенге дейінгі әрбір өнімнің жаңағы доставкасының ақшасы осы 6-да 5-тің ішіне кіріп тұрады. Ал енді ары қарай қайта 3 сызықты бастым. Енді продукция дегенге кіріп, wellness дегенді бассам, денсаулықты. Енді направленный деп тұр да. Міне соны бассаңыздар, міне бағытталған өнімдерге не жатады, тағы да бәрін көре аласыздар жүргізіп. Міне о да 12 беттен тұрады, көрдіңіздер ма? 12-ші бетті ашып көрейік. Міне мумио, жаңа накладкалар турмалиннің, мына тізе қап турмалиннің, мынау жаңағы мойынға тағатыны турмалиннің, мынау жаңа пластир гайморитқа арналған, тұмау сырқауға арналған, күндізгісі, мынау түнгісі, мынау жаңа біздің міне 2 түрлі детокс пластиріміз. Мына жасылы қысымы көп адамдар, давлениесі жоғары адамдар, кезіндегі мен сияқты. Сондай кісілер табанға осы жасылды жабыстырса, әр тазарту процесті толыққанды жүргізе отырып, ағзадан улы заттың бәрін шығара отырып, давление, қысымдарыңызды норма қылады. Ал күлгін түсі бары тағы да ағзаны тазарта отырып, бірақ та қанттың жаңағы сахарный диабет болған кісілер, қант диабетпен ауырып тұрған кісілер болса, сол кісілер қолдана білетін болса, онда сол кісілердің қандағы қанттың деңгейін норма қылдырады. Міне айырмашылықтар осындай. Мынау пойыздарыңыз, міне жаңа мумионың жаңа 100% таза табиғи тазартылған свеча тікшекке әйел адамдар, ер азаматтарды салады. Сол кезде жаңағы әйелдердің де ер азаматтардың да проблемаларын шешіп, денсаулықты жақсартуға арналған. Енді мынау жаңа сусталайды. Бұл жаңа ісік кеткен кезде, мына тізелеріңіз қабынып, жағдайларыңыз кетіп тұрған кезде, сонда ісікті қайтару, қызарған жаңағы жағдай, тізенің жағдайларының кіте ушыққан кездерінде сырттай жағу арқылы көмектерін бересіздер да, бұның іштей ішетін сусталайтты іштей ішу керек. Бірақ та әрбір өнімді қолданбас бұрын енді кеп жатсаңыздар, тазарту процесс лимфокапспен жасыл майды алуды ұмытпаңыздар. Жасыл май деп тұрғаным, лимфокапсты алып ішіп, адам ағзасын тазартып жатқанда, қанын тазартқызып жатқанда ағзаға өзгеріс кіреді. Сол екі ортадағы өзгерісте адамдардың кейбір жағдайда бас ауырып, қандай да бір жағдайлар болады. Сонда жаңағы біздің 65-126 кодымызбен жасыл майымыз как жедел жәрдем ретінде, как скорый помощь ретінде басыңыз ауырды ма, 2 самайыңызға жағыңыз.
жаңағы мұрныңыз бітеліп тұрма, кете мұрынға тамыз жіберіңіз. Аштат, зато жаңағы бүкіл мұрын қуысындағы жаңа микроб, инфекция, бактерияңыздың бәрін алып түседі. Сөйтіп жаңағы аллергиядан да сауғасыздар, гаймориттан да сауғып шыдайсыздар. Жасылмай сондай бізге скорый помощь. 2 самайға жағыңыз, біраздан кейін басыңыздың ауырғанын ұмытып қаласыз. Тіске де ауырғанда тамызасыз, немесе кете мақтаға сіңіріп ауырған жеріне қоя аласыз, құлаққа да тамыз аласыз. Қайтып жаңағы құлақта атит болса, қандай да воспалительный процесс болса, жары шыққан болса, түгеліне сіздер қолдана аласыздар. Ал тамаққа тамызатын болсақ, тамаққа аштат сәл, бірақ та гнойный ангина, яғни ірінді ангинаны дейін қоймай алып түседі. Сондай керемет жаңағы біздің жасылмай атақты хит болып жатқан жаңағы скорый помощь ретінде саналатын өнімдер. Міне осылай бәрін көре аласыздар. Міне өзіміздің концентрат, міне мынау каменное масло, сахарный диабет кісілерге де жалпысы мына шаштың ағарғаннан тартып бүкіл жаңағы микро-макро элементтеріңіз бұл жаңағы ақ мумио тасында жатыр. Бұның концентраты да керемет. Міне қыстай алып ішкен кісілер жаңағы осы сиропқа риза болып шықты. Міне өтпен бауырды тазарта отырып, ағзадағы апистархоз лямблиоз деп құрттардан тазартып береді ағзаны. Мынау хит продажа болған прополис спрей коллоидиум серебро. Бұны жаңағы ауыз қуысы қандай да бір ірінді жара шықса, жарақаттар шығып жатса, қызарып жатса, бөртіп жатса, баланы шөпілдетіп, бетінен сүйіп, бетінің безін шошындырып, аузынан сілекей ағса, немесе тіс жарып жатып, сілекей ағып жатса, жаңа пародонтоз, ларингит, фарингит, ринит дейсіздер ма, синусит дейсіздер ма, не бар? Соның барлығына әсерін тигізетін керемет өнім болып табылады. Ал мынау жаңа биогенез свечаңыз болғанда, бұл өте құрғақ тері бар кісілерге арналған, псориаз болған, экзема болған, диатез болған кісілерге де жақсы терге көмектеседі. Міне хит болған біздің жаңағы айтып кеткен жасылмаймыз. Бұл жасылмайды біз ылғи скорый помощь ретінде лимфокапс алған адамдарға бірге бергізіп отырсақ, қандай да семья осы өнімдермен өзіні тұмау сырқаудан сауықтырып шыдайтын болады. Жаңағы айтып жатқан хит болып тұрған керемет жаңағы жасылмайым жедел жәрдем, яғни скорый помощь дегенім осы. Ал енді мынау жаңағы арықтауға арналған. Ойлайсыздар, тек қана арықтауға деп. Жоқ, бұл жерде шылым тастауға, көзді сауықтыруға, басқа сүйек буындардың ауруларына да жақсы әсер еткізетін өзінің кәдімгідей точкалары бар. Сол точкаға магниттар тақсаңыздар, денсаулықтарыңызға ешқандай кер зиянын тигізбейді, пайдасынан басқа. Ал мынау микодатин, мынау жаңағы аяқтың грибок, аяқтың мына бақайларының арасындағы, саусақтың арасындағы жараларды қоймай күшті емдеп береді. Жалпысы жарақат алған кезде тез жетілдіретін сондай микодатин деген кәдімгідей жақпамай біздің. Иісі сәл сасықтау, мына псарихидол екеуінің иістері бір-біріне сәл ұқсастау келеді, бірақ та екеуі екі бөлек. Псарихидол болғанда псориаз болған кісілерге, тағы да терге аурулар шыққанда, тердің жаңағы тағы да басқа бөртпе жаралар шыққан кезде қолданғанда дымын қалдырмай жазады. Ал эфирмин дегендеріңіз ашытпайды, рахат, бірақ та бұда жаңағы күйікке, бұда жаңағы үсікке, бұда жаңағы жарақаттарға, операцияның орны толмай іріндеп, қайта суланған жараларды да қоймайды, тез жарақаттарды жазатын. Гайморит мұрынға тамызғанда бірінші жасылмайды тамызып мұрынға, сосын кейін ол жаңағы аштып кетеді, түшкіртіп, қатты сімбіртіп, сіздерден мұрын қуысындағы бүкіл микроб, вирус, бактерияны алып шыққан кезде эфирменді одан кейін тамызсаңыздар, эфирмен ашытпай жұмсақ қып, сонымен сіздердің аллергияны гайморитті да осы эфирмен жасылмай лимфокапс ішу түп орынмен құртатын болады. Міне осындай ем болады. Ал мынау жаңа биостикерлер, жаңағы буын ауырған кезде, тура ауырып сырқырап тұрған жерге жабыстыра қойыңыздаршы. Дереу емдік қасиетін береді. Міне осылай неше түрлі өнімдеріміз бар. Мынау жаңа көздің маскасы турмалинмен, бұны енді жататын кезде немесе бір ауыз демалып жатқан кезде көздеріңізге тақсаңыздар, өте қатты
қыздырмайды, бірақ та өте жақсы емдік қасиетін береді. Өйткені көз кешке шейін деп жан-жақты қарап жұмыс жасайды, соны бұлшық еттер шаршайды екен. Мынау жаңа тағып жатып демалған кезде сол бұлшық еттерді босатып береді да, сол бұлшық еттер босау арқылы көздің айналасындағы ұсақ-ұсақ талшық тамырлар қайда, соларыңыз әдемілеп жайлап өздер қоректеніп өзінің қандары жүгіре бастайды екен да, содан жаңа біздің көзіміздің көру қабілеттерін, көзіміздің жаңағы талшықтарын, көзіміздің мына жаңағы басқа да қандай да бір ауру сырқау болып тұрса, соны қаны дұрыс жүгіру арқылы емдеп кетеді екен. Мына 40+ ішіп отырмын. Бұл енді кәдімгідей 40 жастан жоғарғы адамдардың ана дене ағзасының өзгерісіне қарай, ағзаның жаңағы биологиялық даму процестеріне сүйене отырып, жаңағы қандай тұрғыдан қай жағын қалай емдеу керек дегенді жаңағы жасап ойластырып отырып ғалымдардың шығарған умная капсула, ақылды капсула, корректор вес дегендеріңіз осы. Бірінші, мына қызыл барды ішесіздер таңертең аш қарында, одан кейін кешке ас су тамақтан 30 минут бұрын астындағы сары балықтың майы, соны ішесіздер. Неге күндіз қызыл ішеміз? Сол күндізгі уақыттарда жаңағы ағза өзі активно жұмыс жасап шыққанда бұл компоненттер, бұл жаңағы сығындылар шөптің емдік қасиетін жүргізеді екен. Ал кешке жатардан бұрын ішіп жатқанымыз жасыл майдың мына ненің балық майының өзінің де емдік рөлі бар екен. Міне осылай ақылды капсула деп шығарғандарыңыз осы. Клетчатка запор болған кісілер, жалпы ішкі құрыс ағзаларын тазартам деген, арта салмақтан арылам деген кісілерге таптырмас жаңағы керемет өнім болады. Дәмі де күшті, сарды таңертең ішесіздер. Ас су тамақтан 30 минут бұрын. Ана көк түсі барды кешке ішесіздер, ас су тамақтан 30 минут бұрын. Балаға да беруге болады. Запорды қоймайды. Запордан немесе іші қатты өтіп ауыратын кісілер болса, осы таптырмайтын өнім болып табылады. Ал мынау біздің жаңағы мұрынға тамызатындарыңыз. Бұның өзін ғана тамызып, аллергиядан жақсардық, мынауыңыз не деген керемет деген адамдар да толып жатыр. Шейкер өздеріңіз білесіздер. Міне грудной напитығы, бұл растворимый грудной напитоктарыңыз кімде мына өкпе жағынан, кімде мына тыныс алу жүйе жағынан проблемасы бар, кімде қақырық толып, қайда қақырынып, түкірініп не толық шықпай жүреді, сол кісілердің қақырықтарын толық шығарады, емдік қасиеті бар. Мынау енді коктейльдер. Коктейльдің өзі бізде жаңағы флорация деп аталады. Бұл коктейльдің де өзінің емдік қасиеті өзге Гербалайфтан тартып басқа компанияның негізден жаңағы коктейльдерінен тағы ерекшеліктері бар. Бұл коктейльдің қай-қайсында ішіп отырмын, бәрінің дәмі әдемі. Бізде 3 түрлі коктейль бар. Біреу спелая диня. Сол спелая диняңызды мен сумен араластырып ішкенді жақсы көрем. Жаңағы мороженое клубничный сумен араластырып едім. Чуть-чуть не то болды, сүтпен күшті екен, бірақ та мен сүтпен ішкім келіп тұрған жоқ, сондықтан мен спелая диняға тоқталдым. Ароматный капучино, кофе деген нәрсеге мен сондай бір сүйсініп жақсы көрмеймін, сондықтан оларды қолданып көрдім, но мен оларға любитель болмадым. Енді әркімнің өзінің вкусына қарай. Енді коллагенді көп кісілер ойлайды, тек қана жаңағы мына әдем әсемдік сұлулық жағына деп. Жоқ, қателесіздер. Коллаген деген біздің жаңағы сүйек буындарымыздың бүкіл ауруларын әсерін тигізеді. Сондықтан сіздер бір оқпен 2 қоянды атасыздар ғой. Жаңа әрі әдем болып тердеріңіз тартылып күшті боласыздар. Әрі сүйек буындарыңызға емдік қасиетті бересіздер. Мынау енді арықтау процеске арналған сухой напиток мангустиндікі. Мангустин деген нәрсе жаңағы антиоксидант болып саналады. Антиоксидант дегеніңіз ағзадағы свободный радикалдарды айдап шығып тазарту процесті жүргізіп, адамның ағзасын қоқыстан тазартып береді деген сөз. Солай адам ару процесін жүргізе алады. Ал мынау асқазанның сиропсы, мынау жүректің сиропсы, асқазанның сиропсы, жүректің сиропсы, тыныштандыру сироп дегендеріңіз түгелі өзінің емдік қасиетін жасап отыр. Бүйректің сиропсы түгелі. Себебі бұлар өзі функционалды, тура бағытталған, осы өзінің арналған жаңағы емдік қасиетін жүргізеді. Лимфокапспен қосып, сироптарды, мысалы асқазан ауырған кісі лимфокапспен жаңағы сироптан бір 5 бөтелкесін алып, сосын кейін жаңағы жасыл майын алып ішіп қолдануға болады. Жүрегінде аритмия немесе жүрегінде ритмі бұзылған, тағы да бір басқа да жүректің проблемалары бар кісілер болса, лимфокапсты алып жүректің сиропсынан
тым болмағанда үшеуін, шамаңыз келсе 5 упаковкасын алып, сосын бір жасыл майыңызды алып қолдансаңыз болады. Нерв жүйесінен дұрыс ұйықтай алмай жүрген кісілерге осы успокаивающий сироп пен глицин актив, магний, соған қазір шыққан жаңа кальций цитратымыз қайда, соны қосып ішетін болсаңыздар, кәдімгідей жүйке жүйелеріңіз толық емдік қасиетін жүргізе отырып, ұйқыларыңыз дұрыс болып, кәдімгідей ашушаң кісілер болса, өз сабасына кеп күшті болады. Осындай емдік процесстер бізде толып жатыр. Осылай айтсам, енді мен айта берем. Енді компанияға кірейік. Компания туралы білгіңіз келсе, мысалы бұл жерде міне жаңа здоровье, красота открывают путь к успеху дейді да, міне Алтайдың өнімдері екен. И жаңағы Алтайдың мына топ 10-дыққа кіріп тұрған, яғни тазалық, мына экологиялық жағынан Алтайыңыз 10-дықтың ішіне кіреді. Дүние жүзінде 10-дықтың ішіне кіреді. Ол деген керемет. Алтай тауының үстінен самолетта Россия ұшырмайды екен. Сол жердегі аңдары жабай, құстары жабай, бүкіл аңдарыңыз Алла тағаланың берген табиғатымен қоректеніп жатыр. Сол таза табиғи шөппен қоректенген борсығыңыздың майын бізге беріп отыр. Араларыңыздың жаңағы балын беріп отыр. Шөптің сықпаларынан бізге осындай керемет емлерді беріп отыр. Сондықтан қалай қолданбасқа? Ал мына правильно питание дейді. Мына жерде жаңа анти-эйдж деп тұрған уход, мына жаңа косметика, мына жаңа өзіңіздің бет күтім, өздеріңіздің дене күтімдеріңізге арналған. Мынау енді үй шаруалығына арналған эко өнімдер біздің. Енді мынау жаңа балаларға арналған өнімдер деген сияқты бізде жалпы 13 бағыт бар. Міне жерде міне 13 категория товаров деп тұрғаныңыз. 500 мыңнан астам довольный клиенті бар. 10 жылдан асып барады нарықта жұмыс жасап шыққанына. 500 жаңағы пункт выдача бар. 200 мың консультант бар. Жаңағы 130 жылында 130 новый товар шығады. Қазір уже жаңағы товардың саны 3 мыңнан асып кетті. Міне осындай керемет Батель деген компанияларыңыз осы. Міне Бателіңізде автомобильдің и путешествияның, яғни автобонус пен Бателіңізде жаңағы саяхаттың программасы бар. Сол автопрограмманы қазір бір түсіндіріп кетейін. Бұл жерде автопрограмма дегендеріңіз жаңағы міне автобонус деген сіздің бір жылғы еңбегіңіз. Сіз өзіңіз бір жылдың ішінде лишний жеке балыңызды 60 балдан түсірмей, сосын кейін өзіңіз командаңызды құрып, өзге адамдарға өзіңіздің арзан бағада 35% скидкамен алып, жалпысы мына жерде жүретін 1+1 акция, 45% акция, горячая акция, товар дня, каталог акция и наборы дегендердің бәрін көре отырып, сіздер соның барлығын өзге адамдарға да тура сол мүмкіндікті жаңа өздеріне пайдаланып шыдайтын қылып команда құрған кезде, сонда сіздің балыңыз көтеріле береді, өсе береді. Сол кісілер өздері үшін алғандағы берілген бал сізге де қосылып отырады. Солай сіз командалық жұмыспен ешқандай жаңағы кредитсіз, міне ешқандай автомобильді сіздер кредитсіз, рассрочкасыз, переплата төлемей-ақ бір жыл еңбектенген өзіңіздің таванды еңбегіңіздің арқасында автобонусты ала аласыздар. Автобонус дегендеріңіз міне осы. Бұл жерде енді абсолютно бесплатно и жаңағы большой скидкой деп тұрғаныңыз міне осындай. Енді қараңыздар, жылда жаңағы 1 сентябрьда 20 жыл міне басталған старт программа автобонустықы. Енді 31 июль күн, яғни 31 шілдеде қорытынды шығады. Сосын кейін жаңағы тамызда кәдімгідей үлкен жаңа мероприятие, үлкен жаңағы өздерінің есеп беру жаңағы семинардарын өткізеді. Сол жерде кім жаңағы не алды, машина алды, сол кісілердің бүкіл машиналарын немететін болады, беріп вручение жасайтын болады. Міне осылай жаңағы сериялар бар. Hyundai Solaris Хадижат алған, міне Hyundai Creta дейді, Kia Rio дейді, міне Nissan Almera дейді, міне Toyota Corolla деп, короче өз міне 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, қайта кетіп қалды ма? 3, 4, 5, 6, 7, 8 түрлі машина тұр. 8 түрлі машина тұр. Оның барлығы енді қайсына кімнің балы сай болады дегеніңізге қарай, еңбектенген өзіңіздің жинақталған бір жылғы балыңызға қарай
бұл есептелінетін болады. Міне осындай жаңағы автобонустың программасы бар. Тағы да қайталап кеткен, ешқандай кредитсіз, ешқандай рассрочкасыз, ешқандай переплатасыз сіздің бір жылғы еңбегіңіздің нәтижесі болады. Сондықтан бір жылыңыздың нәтижесін өзіңіз тағайындайсыз. Өзіңіз қаншалықты еңбектенсеңіз, соншалықты бұл компания өзіңіздің жасаған еңбегіңізге сай бере алады. Ешқандай лохотрон, ешқандай алдау арбау деген тема бұл жерде жоқ. Бұл нарықта 11 жыл жұмыс жасап жатыр. Өзге компания сияқты байлап, ойбай енді деп алып қойды машинаны, енді бәлен жыл жұмыс істе деген тема жоқ. Неге? Өйткені бір жылғы еңбегіңіздің өзіңіз сай нәрсесін ғана алып отырсыз, қорытындысын алып отырсыз. Одан кейін жұмыс жасай бересіз ба, қоясыз ба, кетіп қаласыз ба, тоқтатасыз ба, ол сіздің шаруаңыз. Ешкім ештемеге байламайды. Компания сондай керемет. Ал енді жаңағы неге кіретін болсақ, саяхатқа. Міне саяхаттың программасына бүкіл адамдар қатысады, о да жаңағы сияқты қабылданады. Міне Санкт-Петербург Эрмитажға барғаны, Няганг деген Вьетнамға барғаны, Дубай Арабский Эмиратқа барғаны, Прага Чехияға барғаны, Хайнан Қытайға барғаны, жаңағы мынау Сус деген кәдімгідей Тунисқа барғаны, мынау Горный Алтайға барғаны деп, міне осындай саяхаттар жасалған екен. Осы 6 айда бір қорытынды шығарып, жылында 2 рет қорытынды шығарады. 15.000 балл жиналған адамға жаңағы 50% жеңілдікпен не береді? Саяхатты береді. 35 балл жасаған адамдарға жаңағы бір адамға саяхат тегін болады. 50 жасаған кісіге, мысалы 50.000 балл жасаған кісіге жаңағы 2 адамға саяхат тегін болады деген сияқты өзінің жоғарыда мен сіздерге жіберіп қойған жаңағы таблицасы бойынша бәрі қарастырылады. Міне барған жерлерінде қалай демалды дегендерінен үзіндіде салып қойған. Міне кабинеттен бәрін көре аласыздар. Міне осындай компания бұл. Сондықтан қарапайым компания туралы білдік. Жаңағы автобағдарламамен саяхатты білдік. Енді жаңалыққа кіретін болсаңыздар, жаңалықта кәдімгідей міне жерде новости компания деп тұр. Компанияның жаңалықтарын біле аласыздар. Міне қандай жаңалықтар болып тұр. Электронный уже каталог шыққаны, мына жаңа өнімдердің шыққаны дегендер тұр. Подробнее деп бассаңыз, бұл өнімдер ашылады да, міне толыққанды оқи аласыз. Мына суреттердің бәрін скрин жасап алып, сіздер сапалды суреттерді Инстаграмға қойып шыдайсыздар. Инстаграмды да қозғап, Инстаграмға да тікелей эфирге шықсаңыздар, халық кәдімгідей көріп келеді екен. Тікелей эфирге біз жиі шығуымыз керек екен. Енді міне ары қарай жаңағы бизнесте де жаңағы Бателл не предлагать етіп тұр. Өзіңіздің қалаңызға шамаңыз келіп тұр ма? Пункт выдача ашып алыңыз. Ай сайын 10.000 рубльден кем емес заказыңызды беріп отырыңыз. Консультант болыңыз. Крупный бизнес ашыңыз. Крупный бизнес ашу дегендеріңіз ол нені білдіреді? Ол дегеніңіз сіздің міне комплект бонус алып команда құру, сіздің міне бонуса квалификация деп жаңағы біз директордан бастап 6 ай жапқан үшін біз жаңағы 15.000 рубль алдық. Міне Нұрия кімдер жаңағы Фаризалар мысалы 50.000 рубль алды, Динакүл апа 50.000 рубль алды деген сияқты. Одан кейін біздің Нұрия 65.000 рубль, 90.000 рубль алып қойды. Енді 150.000 рубльді күтіп отыр. Бұл тек қана квалификация бонус. Көрдіңіздер ма? Одан комплект бонус деп артыңыздан жаңағы мықты лидер шыққан сайын сіз комплект бонус деген аласыз. Автобонусты жаңа көрсетіп кеттім. Сосын президентский клуб дегенге дүние жүзінде Бателл қай жерде сатылып тұр? Бателлдің общий товар обороттан сіз президент болған кезде жаңағы 0,5% имет етіп, өзіңіздің наследственный бизнесіңізді жасап, рахаттанасыз. Бұл бизнес наследственный бизнес. Бұл жаңағы ертең бала шағаңызға кәдімгідей сізге мұра ретінде қалатындай бизнес болып жаңағы есептелінеді. Сондықтан мықты бір 3 жылдап, 5 жылдап жақсылап жұмыс жасап, пенсиямызға шығып, міне жерден осы 0,5% пенсия қылып жатуымызға да болады. Менің мақсатым қазір осы болып тұр. Сондықтан қандай да бизнесті жасау үшін адамға тұрақтылық керек. Қандай да бизнесті төзімділікпен жасап, сол бизнесті жаңағы өзіміз дұрыс меңгеріп біліп, халыққа дұрыс жеткізе білсек, сосын кейін ол жерде жаңағы өзіңіз сол жаңағы айланысып жатқан ісіңіздің қолданып өнімдерін бәрін көре біліп, көрген білгеніңізді жүрекпен айта білсеңіздер, міне
нағыз бизнес дегендеріңіз сол болады екен. Сондықтан біз бизнесті де бұрын соңды дұрыс жасай алмай жүріппіз. Қазір Аллаға шүкір уже өзіміздің жайлап қалпымызға келіп жатырмыз. Міне жерде енді қараңыздар, мужчинам дейді, детям дейді, дом дейді, волосы дейді, мысалы, тело дейді. Бәрін ашып көре аласыздар. Міне шаштың өзінің тип уход қалай. Оның жаңағы спрей ма, шампуны ма, бальзамы ма, маскасы ма, міне бәрін көре аласыздар. Жеке көре аласыз. Ал енді мынаны оқыңыз кеп тұрса, жазуының үстінен баса салсаңыз, ашылады. Ашылған кезде сіз міне описание деп оқысаңыз, міне көрдіңіз ба, мынау бәрі ары-бері жүгіреді. Енді бұл не үшін жақсы? Енді применение қалай қолдану керек? Оның астында мынандай видеоларды беріп тұрады. Осы видеоларды да көре аласыздар басып. Міне видеоны бассаңыз, қазір мынау видео міне шығып, кәдімгідей жаңағы түсіндіріп бәрін айта бастайды. Міне көрдіңіздер ме? Мына ұқсап Натальяның сабағы да шығып келеді. Осылай түгелін сіздер көре аласыздар. Міне осындай жаңағы бүкіл мүмкіндікті беріп отыр. Енді құрамына кірсек, құрамында міне қандай құрамы бар. Енді отзывқа келсек, міне халықтың жазғандарын көре аласыздар. Рекомендую, работает на 100%, есть результат. Я восхищаюсь своими волосами. Спасибо, бәтелдік қойыпты. Міне бұндайдарыңыз енді көп болады. Міне одан кейін ары қарай біз жаңағы бұл өнімнің товари деген жерге кірмедік қой. Міне состав дедік, отзыв дедік. О товари деген жерге бассаңыздар, әрбір бәтелдің өнімнің өзінің міне сертификат качествосын береді. Міне жақсылап тұрып бері қарай оқысаңыздар, түгелін көре аласыздар. Міне осылай бәрін сіздер оқып біліп шыдайсыздар. Кабинеттеріңізде түгел нәрсе тұр. Енді тағы не түсіндіріп кетейін сіздерге. Новинка дегенге кіретін болсақ, міне қазір біздің каталогтың шығып қойған, прайс шығып қойған, жаңа шыққан өнімдерді түгелін көре аласыздар. Міне осылай міне тағы да аз өнім бар екен деп қалмаңыздар. Міне тағы осылай жүгіртіп сіздер келесі бетті де ашып көре аласыздар. Міне үшінші міне мынау борсықты майы, мынау керемет әлгі премиум жаңағы соңғы шыққан крем бізде Бану апай алды. Мен әлі көрмедім. Осылай міне көресіздер. Ал енді корзинаға салу үшін не істейміз? Корзинаға салу үшін қараңыздар. До 27 июня дейді. Бүгін түнде қандрактил актив подарка кімде-кім 2000 рубль, яғни теңгемен айтқанда 13 000 теңгеден кем емес заказ салса, осы жаңағы подарканы сыйлыққа алады, өзінің заказын сала отырып. Сосын новый каталог прайс-листтің шыққанын ескертіп отыр. Міне жаңа салынған өнімдер. Міне жерден жаңа қорытынды шығады. Одан кейін корзинаны тазартқыңыз келсе, очистит корзину десеңіз, міне корзинаңыз новый болады. Ал қайта салғыңыз кеп тұрса, міне 65 145 деп өзіміздің жаңа лимфа капсыда міне подарка беріп тұр. Қараңыздар. Мынаны әдемі скрин жасап аласыздар да, жаңағы міне осыларды скрин жасап сіздер өздеріңіздің нелеріңізге Facebook, социальный сет, Instagramға салып, сосын кейін жазып қойсаңыздар болады. Міне таңдаймыз, қазір подаркасы бар екен. И в корзину дейміз. Енді корзинаға шығып тұр. Көрдіңіздер ма? Міне подаркасымен. Осылай өздеріңіз өнімдеріңіздің бәрін сала аласыздар. Ал енді жерде жаңағы drink деп тұр да, мынау енді міне өздеріңіз слайд жасайым десеңіздер дайын тұр. Міне бәрін көрсетіп қойған. Жаңағы қандай порция, қандай витамині бар. Бір порцияда қандай А витамин, жаңағы белогыңыздың витамин ПП, фолиевая кислота, витамин Д, витамин Е, цинкіңіздің бар екені. Оны жаңа қалай, неден жасалды, не құрамында бар дегендерді. Мына шекеріңіз қандай, қалай тағы қолдана аласыз, тағы не бар, міне сухой напитоктарыңыз түгелін көресіздер. Енді арықтау процессқа десеңіздер, міне жерге өзіңіздің жаңағы анкетаңызды толтырып жіберсеңіздер, Наталья кәдімгідей жіберген электронный почтаңызға арықтаудың жолында жазып береді. Біздің арықтау процесс деп мен сіздерге жіберіп жүргендердің барын осы жерден алып мен Натальяның нұсқаумен сүйене отырып жасап отырмын. Ал енді ары қарай мультимаскинг дейді. Міне бәрін басып көріңіздер. Міне жазға қандай керек, тіркеліп алыңыз дейді. Размести заказ, получи подарок дейді. Міне тіркелген адамдарға
осы подаркаға кеп тұр ғой, осы каталог біткенше, міне осы ай біткенше, одан кейін тағы жаңарып шыға ма, или осыны қалдыра ма, оны да компания өзі айтады. Міне осылай жаңағы бірінші қадамы, екінші қадамы, үшінші қадамы деп бәрін көре аласыздар. Ал мынау фитокомплекс дейді. Фитокомплексті қараңыздар. Бұл жерде міне wellness, жаңағы біздің денсаулыққа иммунитет көтеру 100% табиғи. Міне қандай болады. Натальяның міне өзінің сұраққа жауап бергені, міне түгел против вирусов, против простуда, против жаңағы защита от вирусов. Бірінші жаңағы вирустыкін ішіп, екінші иммунитет көтеру, одан қалпына келу деген сияқты алып қолдануға. Иммунитет, укрепление для иммунитета қандай, міне оныңыздың құрамында не бар, міне түгелін көрсетіп берген дайын слайдтар бар. Міне осылардың да барлығын біз қолданып шыдаймыз. Подробнее дейтін болсақ, ары қарай уже міне кіріп кетеміз. Жаңағы wellnessқа, денсаулыққа кіріп шығып келеміз. Міне осындай бүкіл бағыттарын көрсетіп отырған өте тамаша жері болып табылады. Осы жаңағы Бателлдің кабинеті. Бателлдің кабинеті өте тамаша қарастырылған. Ал енді место силе Алтай деп серия көбейіп келе жатыр ғой. Міне қараңыздар. Бұл жерде міне әйел адам, ер азаматтарға, семейный адамдарға, қатар ішкенге жақсы әсерін тигізетін өнімдеріңіз осылар болып табылады. Міне осында міне әдемілеп жасап қойған. Міне у мужчин, у женщин деп совместные решения деп көрдіңіз ба? Енді жаңағы бесплодие супружеский пара, мына бала көтере алмай жүрген кісілерге жаңағы қандай шара қолдану керек? Бізде қазір результаттар бар ғой. Міне осылардың барлығын міне сіздер осылай толық көре аласыздар. Қалай балалы болады, қалай не болады дегендеріңіздің бәрін міне түгелін осы ақпараттарды осы өздеріңіздің кабинеттеріңізден көре аласыздар. Міне осындай керемет өнімдерді суреттеп, бәрін жіберіп, айтып, бізге түсіндіріп, бүкіл жұмысты компания өз жасап отыр. Мен тек қана орысты қазақшаға аударып тырысудамын. Міне бізде осындай жағдайлар болып жатыр. Сондықтан осының барлығына назар аударғандарыңыз дұрыс болады. Өз кабинеттеріңізге кіріп саяхат жасаңыздар деп айтатынымды енді түсінген боларсыздар. Міне осындай керемет жаңағы видеолармен бәрін бізге дайындап беріп отыр компания. Осы дайындаған өнімдерді алып біз осы жаңағы өнімдерді қолдана отырып, результат көрген результатымызды шын жүрегімізбен өзгеге айтып, сол жаңағы өзге адамдарда өздеріңіз сияқты бүкіл мүмкіндікті осы жерден алып қолдану арқылы сіздерге сол кісілердің өздеріне алған үшін балдары жиналып, өзіңіздің балыңыз жиналып, осылай міне бір жылдап жұмысты жақсы качественно жасайтын болсақ, сол жасаған еңбегімізге сай біз міндетті түрде өзімізге лайық жаңағы автокөлігіміздің бәрін алады екенбіз. Әйтсе ол қарап жатып 60 балл личный жаңағы 60 балл ғана жасап, қалғандарын жасамай алу деген ол өтті жансақ, өтті жаңағы теріс түсінген ой болып саналады. Міне осындай өнімдеріңізді бізге компания бәрін дайындап беріп қойып отыр. Енді алып, қолданып, денсаулықты түзете отырып, жағдайымызды жақсарту тек қана біздің өзіміздің ғана қолымызда. Міне осындай керемет өнімдерді, осындай мүмкіндіктерді енді өздеріңіз қолдарыңыздан жіберіп алмаңыздар. Осылай әрбір міне жаңағы антисептик, биостикер, пластир деп, міне турмалиновый аппликатор дегенді басып қалсаңыздар, міне таза турмалинді жаңағы өнімдеріңіз шығып келеді. Міне осылай түгелін кезек басып, міне түгелін көре аласыздар. Міне чага алтайский дегенді бассаңыздар, міне чагаларыңыздың міне наборда тиімді тұрған бағасы, міне жаңа новый шыққан чага прополис майыңыз, мынау жаңа капсуласы, мынау ұнтақ түрі капсула жұта алмайтын кісілерге деген сияқты қолдана аласыздар. Міне ABF дегеніңіз Алтай биоформат көмек деген серия денсаулыққа арналған. Қазір коронавирусқа, қазір ковид осы 19-ға қарсы мына темірдің құрамы жетіспеушілігіне ішетін капсула, мынау жаңағы тыныс жол, жаңағы адамдағы тыныс жолын бітеп, жағдайын кетіріп, міне
өлімге дейін апарып жатқан осы коронавирусыңыздың кесірінен осы наборлар қолдана аласыздар. Мынау міне жаңағы тыныс жолға арналған болса өкпеге, мынау антистресс. Осы 3 өнімді комплекс қып, кімде-кім коронавируспен ауырған болса 3 ай үздіксіз ішсеңіздер қайта ауру қайталанбайды. Қазір жаңалықтардан ауру қайталанып жатыр. Индийский қайдақ-жайдақ деп жатыр. Индия өзі антисанитарияға қарсы ана быт-шыт болған Ганга өзендеріне жаңағы сиырға табынып жаман буддизмдар, Буддаға да дұрыс жатпайды олар жаңағы кәдімгідей сиырға табынады. Одан қалғаны жаңағы сиырдары тышып сиып ана Ганга өзенінде тұрса, өздері бер жағынан кірін жуса, содан ішіп жесе, өлген адамдарын Ганга суына жіберсе, сонда олардан ауру шықпағанда кімнен ауру шығады? Мынау жаңағы суппозитария міне. Геморройдікі дегеніңіз осыны жаңағы мына женскийдің маткаға салатын, иә? Мынау жаңағы суппозитария чаганікі тікшекке салады. Ал енді жаңағы мынаны маткаға салмас бұрын ыстық суға кіте бір салып жіберіп барып салатын болсаңыздар тез еріп емдік қасиетін береді. Ал мына геморройдікінде салмас бұрын жаңағы сіздер ана нені ыстық суға бір малып жіберіп мына капсуланы енді жылдам ерудің әрекеті да, сосын барып тікшекке салсаңыздар анау тез еріп қанға барады да қан арқылы 12 мүшеңізді айланып өзінің емдік бүкіл қасиетін жасап береді. Мынау жаңағы суппозитария мумионыкі бағана жоғарыда айтып кеткен свеча түрі женский мужскойдың бәрін әсер етеді. Бұны тікшекке салады. Осыны тікшекке саласыздар, мынаны да тікшекке саласыздар, мынаны жатырға саласыздар, әйел адамдікі. Мынаны ер азаматтарда, әйел адамдарда тікшекке салып қолданады. Міне осындай жаңағы өнімдеріңізде бар. Енді ары қарай жаңағы мына жерде место силы Алтай дегенге кіріп келсек, мынау жаңағы әйел адамдардың, ер азаматтардың жаңағы видеодағы сияқты комплекстары міне. Екеу қатар ішсе отбасының адамдар балалы болады. Мынау фитокомплекс жаңағы міне көрсетілгендей міне фитокомплекстарыңыз. Ал мынау жаңағы кофенің де түр-түрі шығып жатыр міне. Кофелеріңіз қалай алу керек деген сияқты. Міне апифитотерапия деп тұрғаным ылғи ара балының қоспасы бар. Міне борсықты май ара балының қоспасы бар. Дәмі де әдем деп тұр ғой. Бұны борсықты майын іштей де жалап ішіп жеп, кәдімгідей жаңағы мына өкпе тыныс жолдарын жақсарта аласыздар. Сырттай да жағып қолдана аласыздар. Но маточное молочко кішкентай баладан аяғы ауыр әйел, бала емізетін әйелден тартып бүкіліне ішуге болатын жаңағы король желе, король молоко, король желе дегендеріңіз осы. Біздегі қымбат өнімдердің бірі 61 теңге тұрады. Мынау енді жаңағы кішкентай баладан, 1 жастағы баладан жаңағы экстракт прополис пен настойка огневка екеуін, жаңағы міне осы екеуін сіздер жаңағы кішкентай 1 жастағы баладан бастап күнінде 3 мезгіл бір тамшыдан екеуін де бере аласыздар. Міне мына экстракт прополисті да бере аласыздар, настойка огневкиді да бере аласыздар. 1 жастағы баладан еңкейген қартқа дейін. Қазіргі міне акцияларыңыз контрактил актив жүріліп тұрғаны осы. Бум-бум сүйекке. Мынау геморройға таптырмайтын керемет жаңағы неңіз болып табылады. Биокрем нативный. Еще купирозға жақсы. Мына жаңағы бетте әнімне жерде мына жаңағы денеде тамырланып бері қарай қызыл-қызыл тамырларың шығып тұрса, купироза деген сол. Сонда соған жағатын болсаңыздар, жарақаттарға да жақсаңыздар, жарамараны да жақсы емдеп кетеді. Міне осындай неше түрлі өнімдерді көре аласыздар. Енді жаңағы космецевтика бұлыңызда міне кәдімгідей жаңағы живичный крем шығып келді. Енді сырттай алғы буын-буынға, суппозитария, сүйек-сүйек буынға да жақсы. Міне женскийдікі, мужскойдікі, қайтып көздікінде міне подарка бар дейді. Не подарка бар екен көргіңіз келсе, нақұсап басасыздағы міне бальзам после бритья бар екен. В корзину деп қалсаңыздар, мына жердегі корзиналарыңызға бұл салынып шыға келеді. Қазір көресіздер. Міне корзинаға салынып шығып келеді. Міне осындай жаңағы емдік қасиеті бар. Өте көп өнімдер бізде бар. Сондықтан осының барлығы міне осылай өздеріңіз көре аласыздар. Ал міне жасылмайымызда қандай подарка беріп тұр екен. Тағы қарадыңыз помадалар екен. Мына экстраваганзаның помадалары өте жақсы. Иісі де бір приятный екен. Бұны да жаңа міне суреттің инстаграмға салғыңыз келсе сала аласыз. Алып корзину дейік. Міне қазір қарасаңыздар корзиналарыңызға шығып келді.
Үстіп көріп отырып қажеттеріңізді в корзину десеңіздер шығып келіп отырады. Осындай жаңағы өте ыңғайлы жасалған сондай кабинет бұл. Мынау жаңа венофацелдің капсуласы. Бұны жаңағы геморройдан ауыратын кісілерге де, жаңағы варикоздан ауыратын кісілерге де беруге болады. Жалпы профилактика жасаған дұрыс болады. Міне ушный капля дейді. Бұған не беріліп тұр екен? Көргіңіз келсе, бұған да после бритья бальзам беріліп тұр екен. Міне осылай бәрін көре аласыздар. Мынау енді керемет жаңағы ангина болған кісілерге, мына жаңағы связкасы ауыратын кісілерге жасыл майдың сериясындағы біздің спрей для горла, полости рта дегендеріңіз осы. Осы өнімде не подарка болып тұр екен, тағы да көрсеңіздер болады. Міне помадалар екен жаңағы. Осылай подарканың үстінен басып не тұрғандарды көре аласыздар. Міне тағы да екіншісі, міне жасыл майымыз, міне жаңағы эфирминнен тартып енді қайтып міне жаңағы астижевиніміз. Астижевинға не беріп тұр екен көргіңіз келсе, үстіпте ашып өздеріңіз көре аласыздар. Мысалы солай түгелін өздеріңіз көре аласыздар. Маған концентрат беріп тұр екен. Бұл концентрат алдық в корзину дейсілайық. Енді қараңыздар, корзиналарыңызға бұл шығып тұр ма? Шығып тұр. Міне жаңа салған өнімдердің бәрі шығып тұр. Енді корзинаны тазартам десеңіз, очистить корзину деп тазарта саласыздар. Осылай ыңғайлы жасалған кабинетке саяхат енді жасамасаңыздар білмеймін мен енді. Мынау жаңағы крем-гель бюста. Бұл жаңағы мастопатия, жаңағы төстің рак ауруларына, жалпы профилактикаға, жалпы кете уплотнение болып жатса, сондай кездерде сіздер қолдана аласыздар. Міне тағы инстаграмға салуға болатын қып беріп отыр. Осылай жаңағы описание, применение, состав, міне отзыв о товаре деп әдеттегідей міне бәрін көре аласыздар. Міне осындай жаңағы керемет өтті қарапайым халықтың қызмет атқаруына ыңғайлы қылып жасап қойған компания. Каталог енді мынау бітеді, сосын кейін бізде июль-август деп шығып келетін болады. Осылай міне түгелін көре аласыздар. Мына адамның үстіне бассаңыздар, бұл жерде міне кабинетке кіру, мысал жаңағы менікі қайта міне жерде кабинетке кіру үшін деп басам, мынаны қайта обновить етіп жүріп 37-52 дегеніңізді жазып жерсем, вайти дегенде адам өзінің кабинетіне кіріп келеді. Міне кабинетіне өзі кіріп келеді. Осылай түгелін көре аласыздар. Ал енді реферальный ссылка алам десеңіздер, мынаны басып міне өзіңіздің реферальный ссылкаңыз ашылады. Сол бойынша сіздерді міне қысқаша сізді ана адамға таныстырады. Мне большое спасибо, что заглянули на мою личную страничку. Я консультант Батель деп сіздің алдыңыздан Батель туралы қысқаша айтып, сосын кейін мына Бательді басып қалатын болса ары қарай кіретін қып, соныға дейін жасап қойып отыр. Көрдіңіздер ма? Енді реферальный страница, реферальный программа дегендеріңіз бар. Ал енді мына социальный сеттерге, енді компанияға бірдеме жазғыңыз келіп жатса, служба поддержка десеңіздер, мына ұқсап ашылады. Енді бұл жерге жаңа өздеріңіз жазасыздар, вопрос деген жерге, маған бәленпай керек еді, неге бәленпай түгіленпай деген сияқты. Мысалы жаңа мен пункт выдача ашайын деген, қалам осындай, менің аты жөнім Нұрсапа Маржангүл, логин бәлен деп жазып жіберсе, бұлар қарап көріп, сосын кейін бұлар сізге кәдімгідей жауап беретін болады. Осылай көресіздер. Ал енді социальный сеттер бар, міне YouTube каналы, Facebook, ВКонтакте деген, Батель News дегенді басатын болсаңыздар, міне Бательдің кәдімгідей сіздер жаңағы Telegram каналына кіріп келесіздер. Міне қазір мен қай жерден жаңалық алып сіздерге беріп отырмын. Міне Батель News деген. Қазір акция жүріліп тұр ма? Жүріліп тұр. Мына акцияны мен сіздерге қазір айтып отырмын ба? Айтып отырмын. Ертең енді тағы неше түрлі жаңалықтар шығады. Товар дүнияны міне осы жерден алып отырмын. Көрдіңіздер ме? Міне осы жерден алып, осы жерден аударып, осы жерден неше түрлі жұмыстарыңызды жасап отырмын. Міне қараңыздар. Неге сыйлық, немене бар дегендерді қысқаша жазған. Бұл жерде бүкіл жаңалықтарды береді. Міне жаңағы өзіміздің міне новый каталог шыққандары, жаңа новый каталогтың презентациясы болған, товар дүнияларыңыз деп міне осының бәрін қайдан біліп отыр деп ойлап отырсыздар. Міне Батель Ньюстан біліп отырмын. Осы сияқты жаңағы бізде неше түрлі жаңағы өзіміздің
жағдайларымызды көре аламыз. Көрдіңіз ба? Вот. Осылай жаңағы міндетті түрде біз өз жағдайымызды өзіміз жасап, өз қалауымызды өзіміз жасай аламыз. Міне қайта келдім. Енді жаңа бател ассистант дегенге бассаңыздар тағы кіріп келесіздер. Бұл енді келіп жатқан кісілерге өте таптырмас сабақ. 7 қысқа сабақтан тұрады. Міне бұл жерде сіздер қарасаңыздар кәдімгідей амандасып кіріп келеді. Міне екінші сабақ, бірінші сабақ деп. Қазір мен сіздерге амандасудан бастатайын. Кәдімгідей бұл жерге амандасайын. Енді сізге қазір бұл жауап беру керек. Уже екінші сабақ басталып кеткендіктен. Міне бірінші сабақтан бастай аласыздар. Қазір менюсы қайда? Екінші сабақ дейді. Мынаны мен қайта-қайта әлсін кіріп басам ғой. Міне меню. Көрдіңіздер ма? Ал, берді. Міне старт курсы. Бірінші сабақ, екінші сабақ, бірінші сабақ таныстыру компаниямен. Бірінші сабақты басайық. Енді қазір міне береді бізге. Енді бұл видеоны көрсеңіздер, мына қыз жаңағы қысқаша айтып тұрады, одан кейін мына жазбаша түрі шығып тұрады, сосын кейін мына видеоны көріп түсінесіздер. Ал енді идиом дальше дейді да, мынау екінші сабақ. Ал енді екінші сабақты қазір береді. Міне екінші сабақта сіздер міне жаңағы видеоны көре аласыздар. Делай дома деген, үйіңде отырып жұмысыңды жаса деп, міне компания туралы қысқа да нұсқа бәрін айтып береді. Міне осылай түгелін жаңағы осы жерден көріп, мен осы жерден сіздерге осының барлығын жаңағы айтып беріп, тырысып жұмыс жасап отырмын. Сондықтан бізде міндетті түрде осы саяхатты кабинетке жасауымыз керек. Осындай сабағы бар ма бар, жаңалықтарын беріп тұр ма беріп тұр, каталогі бар ма бар, кабинетіміз бар ма бар, бүкіл өнім қолжетімді бағада ма қолжетімді бағада. Басқа енді бізге не керек? Денсаулықты түзете отырып, алдымызға мақсатты қойып, табысты табам деген кісіге компания бүкіл мүмкіндікті беріп отыр. Міне жерден каталог көрем десеңіздер, каталогты да бұлай көре аласыздар. Мына кітапшаны басқан кезде міне каталог ашылады. Нақсап жүргізіп отырсаңыздар, міне каталогтың да түгелін көре аласыздар. Мына каталогты біреуге жібергіңіз келіп тұрса, онда жаңағы нақсап ашылады. Ашылған кезде бөлісіп жіберуге де болады. Міне мынандай жерді басып, қазір мына Маржан Бәтелге жіберейік каталогты. Сонда жаңағы каталог сіздерге баратын болады. Осылайда бүкіл мүмкіндікті біз отправить. Міне қазір файлный бұл отправлен дейді. Отправить дегенді баспай қалдым ғой. Міне енді жіберіп жатырмын. Осылай сіздер қажет адамдарыңызға да каталогты жібере аласыздар кабинеттің ішінен. Кабинетпен өзді жақсылап жаңағы өздеріңіз достасатын болсаңыздар, барлығын кабинеттен табасыздар. Міне осындай жаңағы керемет өнімдерді қолдана отырып, денсаулықтарыңызды нығайта отырып, сіздерді үлкен табысқа шығуға шақырамын. Ем болсын, шипа болсын. Осымен қысқаша жалпылама түсіндіру презентациямды аяқтадым. Назар салып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Баршаңызға Алла тағаламның